Сабақтың тақырыбы дүкен мектептің жанында. Сабақтың мақсаты сюжетті сурет негізінде сөйлеу. Оқыған аудио бейнематериалдың мазмұны бойынша жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып, сұрақтарға жауап немесе сөйлем жазу. Жаңа сөздер: дүкен, магазин, сатып алу, покупать, шырын, сок, анар, гранат, жанында, рядом, үзіліс, перемена, пайдалы, полезный. Тыңда, қайтала, оқы. Мектептің жанында дүкен бар. Мен үзілісте дүкенге барамын. Мен дүкеннен шырын сатып аламын. Әнел анар шырынын сатып алады. Жазылым. Бірінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып жазамыз. Мен көп нүктенің орнына ың, досым к әрпі және көп нүкте п. Мына жерде мен ің әрпін қоямыз, менің досым көп әрпін қоямыз. Балалар, ары қарай көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып жазамыз. Айтылым тапсырмасы. Үшінші тапсырма. Сен дүкеннен не сатып аласың? Айт. Мен дүкеннен суреттерді көріп тұрмыз, дәптер, өшіргіш, күнделік, қалам, кітап. Мен дүкеннен дәптер сатып аламын. Мен дүкеннен немесе мен дүкеннен өшіргіш сатып алмаймын деп айтуға болады, балалар. Мен дүкеннен күнделік сатып аламын. Мен дүкеннен қалам сатып алмаймын. Оқу тапсырмасы. Кел жаттайық. Мектебім сәулетті мектебім, өзіңе алғысым көп менің. Мектебім бақытты көктемім, ұмытылмас өзіңде өткен күн. Балалар, осы кел жаттайық жаттауын жаттаймыз, балалар. Қош, сау болыңыздар.